Ерекше білім беруді қажет ететін балалар саны жыл санап артып келеді. Бұл жұмас ақиқат осы. Себебі өз алдына салдарымен күресу, яғни әр баланың қоғамға етене араласып кетуіне барлық жағдайды жасау білім саласына жүктелген міндет. Қалай дегенмен біліммен қатар тәрбие барысында кем-кетікті жөндеуге мүмкіндік бар. Сол мақсатта білім ошақтарында коррекциялық топтармен қоса инклюзивті білім беру мәселесі жолға қойылып келеді. Нөмірі 89-шы Қыз Жібек балабақшасында өткен семинар соның алғышарты. Қазіргі кезде біздің балабақшамызда 2 коррекциялық, 10 инклюзивті топ бар. Сол 12 топтың ішінде коррекциялық топтарда 24 балаға біз қызмет көрсетеміз. 10 топтың ішінде бізде 23 бала әртүрлі диагнозбен қазір балабақшамызға келіп жүр. 2016 жылы ашылған кезде Қыз Жібек балабақшасында 2 түзету яки коррекциялық топ жұмыс жасаған. Тәжірибе көрсеткендей, арнайы топтағы балалардың даму көрсеткіші көңіл көншітпеді. Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды қалыпты топқа қосу 2019 жылдан жүзеге асты. Нәтиже көп күттірмеді. Жұмыстың жауапкершілігі психолог, дефектолог және логопедтен құралған сүйемелдеуші топқа жүктеледі. Педагогикалық психологиялық сүйемелдеу қызметі дегеніміз бұл біздің балабақшамызға келіп отырған ерекше білім алу қажеттілігі бар балаларды мейлінше өте табысты қоғамға ендіруіміз керек. Олардың денсаулықтарын, әлеуметтік психологиялық жағдайларын және педагогикалық тұрғыдан оларды біз мейлінше бейімделіп кетуіне көмек көрсетуіміз керек. Оларды сүйемелдеуіміз керек. Нөмірі 89-шы Қыз Жібек балабақшасы 5 жылдық тәжірибесімен бөлісу мақсатында әр бала махаббат пен құрметке лайық атты семинар практикум өткізді. Сұранысқа байланысты, меңгерушілердің сұранысына байланысты, ата-аналардың сұранысына байланысты біз бүгін балабақшамызда осындай семинар әр бала махаббат пен құрметке лайық деген семинар өткізіп жатырмыз. Осы сүйелдемен ең бірінші мақсаты ол балаларға көмек көрсету және де тәрбиешілерге көмек көрсету. Балабақшада 3 психолог, 2 дефектолог, 3 логопед бар. Жауапкершілігі зор, талабы өлшеулі. Жұмысы шаш етектен болса да, педагогтер артылған міндетті абыроймен атқаруға бел шешкен. Осы бағытта бізде педагогикалық психологиялық сүйемелдеу қызметі қазір құрылып, осы сүйемелдеу қызметіне арнайы мамандарымыз енгізіліп, одан бөлек бізде емдік дене шынықтыру маманы және музыкалық сүйемелдеу қызметінің мамандары жұмыс атқарып жатыр. Әр маман өз саласында мейлінше белсенді қызмет атқарып жатыр. Бүгінгі таңда елордада 15 арнайы білім беру ұйымы іске қосылған. Бұдан өзге елордалық мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің 33-інде түзету топтары бар.